Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода көпшілік адамда кездесетін геморрой жайлы ақпаратпен бөлісетін боламын. Яғни геморройды қалай емдейміз, қалай тез құтылуға болады, қандай симптомдары бар және ол неден пайда болады деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көруді ұсынамын. Жалпы геморрой дегеніміз кез келген адамда кездесетін ауру. Оның пайда болуының нақты себебі жоқ. Геморрой тұқым қуалайтын дерт болып табылады және оны халық әдісімен емдеу мүмкін емес. Тек қана дәрігердің нұсқауымен ғана дәрі-дәрмектердің көмегімен емделу керек. Жалпы осы геморройдың себептері бұл төменгі ішектегі қан тамырларын шиеленісуінен пайда болады. Тамырлардың жұмысы бұзылған кезде қан өзгеріп, қабыну болады. Осының салдарынан түйіндер қанға толып ұлғаяды және геморройдың алғашқы белгілері пайда бола бастайды. Жалпы геморрой екі түрге бөлінеді: ішкі геморрой және сыртқы геморрой. Бұл жалпы бізде қолымызға қарасақ көк тамырларымыз көрініп тұр, дәл солай ішектерімізде де көк тамырлар осылай көрініп кетуі, яғни венаның ісініп кетуі, осы былайша айтқанда геморрой болып табылады. Және ол нагрузка түскен сайын біздің ішегімізге ол бізде сыртқа шыға бастайды және сыртқа көрініп тұрады. Сол күрделенген сайын ол ісініп, ауырсынып, қанауы да мүмкін және оны дер кезінде емдемесек біздің адамның өмір сүру салтына қиындықтар туғызуы мүмкін. Және осындай жағымсыздық сыйлайтын дерттің пайда болуына бірнеше себептер болуы мүмкін. Яғни симптомдары, оның біріншісі біздің дұрыс тамақтанбауымызда, яғни дұрыс тамақтануымыздың кесірінен бізде іш қату пайда болады. Яғни диеталық тамақтар созылмалы стресс, аз қозғалыс, ас қорыту жолдарын бұзып, ішектің жиырылуына әкеледі. Үлкен дәрет уақытылы шықпаған кезде тік-ішек аймағында шамадан тыс қысым жасайды. Нәжістің қатты еркінен шыға алмай өз еркінен қанның ағуына ықпал етеді. Ал егер іш қату созылмалы болса және жиі бұзылу болса, бұл геморройдың дамуына әкелуі мүмкін. Геморройдың тағы бір дамуына әсер ететін себеп ол бір орында отырып жұмыс істеу. Жұмысқа көлікпен бару, лифтпен көтерілу, диванға жайланып отырып теледидар қарау басты себеп бола алады. Аурудың алдын алу үшін баспалдақпен шығып түсіңіз, саябақта көбірек серуендеңіз, таза ауада жүріңіз, мүмкіндік болса жұмысқа, базарға, баратын жерлерге жаяу барыңыз. Және диета ұстау. Сіз қандай да бір дерттің алдын алу үшін, емделу үшін, артық салмақ тастау үшін диета ұстайтын болсаңыз, онда жейтін тамағыңыздың құнарына өте мұқият болғаныңыз жөн. Тұтынатын тамағыңызда талшықтан, яғни клетчаткалардың жеткілікті болу керек. Ал тез дайындалатын тағамдар, фастфуд өнімдері, дәмдеуіштер, кофе және ішімдіктерді шектегеніңіз жөн, себебі бұл да геморройдың өршуіне себеп болады. Геморрой жүктілік кезінде және босанғаннан кейінгі әйелдерде де жиі кездесетін мәселе. Өсіп келе жатқан жатыр мен ұрық қан айналымына кедергі келтіреді, іштің ішіндегі қысымды арттырады да бұл геморройдың дамуын тудыратыны анық. Және де егер туыстарыңызда геморроймен ауырған науқас болса, атадан балаға өтуі мүмкін. Бұл жағдайда тап болу үшін сақтану ережелерін қатаң орындау шарт. Егер ауырсыну, қан кету болса, онда міндетті түрде дәрігердің кеңесін алыңыз. Артқы жағымыздың, яғни іші немесе сыртында түйін болуы, ішкі геморроймен түйіндер тік-ішекте орналасады, сыртқы жағынан көрінбейді. Бұл жағдайда науқас ұзақ уақыт бойы ауру туралы білмеуі мүмкін. Ішкі геморройға ішкі қозғалысы кезінде ауырсыну, қан кету немесе дәретхана қағазында қан ізі байқалады. Ал сыртқы геморроймен түйін тікелей артқы тесікте орналасады. Қолайсыздық, қышу, отырғанда ауырсыну және тік-ішектен қан кету белгілері болады. Және де тағы бір басты себеп ол біздің ішкі органдарымыз, және ЖКТ-ның аурулары, асқазан, ішек жолдарының, сол ішек жолдарының дұрыс болмауынан бізде іш қату пайда болады, яғни запор. Егер запор созылмалы түрде болатын болса, ол міндетті түрде геморройдың шығуына алып келеді. Сондықтан ең бірінші біз асқазан, ішек жолдарымызды, өт қабын, бауырды, бүйректі, ұйқы безді біз емдеп алуымыз керек. Сол кезде бізде запор кетеді, кеткеннен кейін біздің геморройымыздың қайтуы да тез болады. Енді мен сіздерге геморройды кетіретін рецептпен бөлісейін. Оның бірінші рецепті, яғни таңертең және кешке зәйтүн майын ішу керек. 1 және 2 ас қасықпен. Ол күнделікті қолдану керек 1 ай бойына. Яғни ол бізде ішкен кезімізде асқазанға өтеді, одан 12 келі ішекке өтеді және одан кейін
өтке түсіп, өт біздің ішектерімізді майландырады. Егер біздің ішектеріміз майланса, бізде запор болмайды. Яғни біздің жаңағыдай ішектеріміз дұрыс жұмыс жасай бастайды. Және де зайтүн майын қандай түрін аламыз десеңіздер, дүкендерде сатылатын холодный отжим деген түрін аласыздар, және не рафинированный деген түрін алу керек. Сол бізге пайдалырақ болады. Келесі бізде геморройды кетіруге көмектесетін бадилар туралы айтамыз. Яғни қандай бадилар қолданамыз? Ол бізге тәуелділікке алып келмейді. Біз егер оны мұқият уақытты сақтап ішетін болсақ, ол бізге біріншіден асқазан ішек жолдарына көмектеседі, одан кейін біздің геморройымыздың тез жазылуына, қанамауына көмектесетін болады. Біріншісі ол МСМ. Бұдан күніне 1 капсуладан 2 рет тамақтан кейін 1 ай бойы ішесіздер. Бұл бізде жаңағы ісінуді басуға көмектеседі. Екіншісі бұл омега-3. Бұл барлығыңыз білесіздер. Барлық жерде сатады, аптекаларда неше түрі бар. Бұны да 1 капсуладан 2 рет тамақтан кейін 1 ай бойы ішесіздер. Бұлдың құрамындағы витаминдердің барлығы біздің қан айналым жүйесіне көмектеседі. Келесі хлорофилл. Бұл бізде асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартуға, іш қатудың болмауына, нәжістің жұмсауына көмектеседі. Және келесі каскара және нутрикалм деген. Бұлар біздің іш қату кезіндегі кейбір жайсыздықтарды, ас қорыту жүйесіндегі жұмысты жақсартуға көмегін тигізеді. Бұларды да 1 ай қолданасыздар. Және геморройды көбінесе емдегенде свечи қолданып жатады. Ең басындағы бізде геморройды кетіруге көмектесетін свечидің бірі ол метеорацил. Бұны барлығымыз білесіздер, естіген боларса, бұл антибактериальный, қабынуға қарсы көмектесетін свечилар. Бұны күнделікті 2 рет 1 свечидан саласыздар. Және акуланың бауырынан жасалатын деген свечи бар, ол аты релиф. Және ихтиолды свечиларды салсаңыздар болады. Бұлардың барлығы қабынуды басады және қан ағуды тоқтатады. Осы бадиларды, свечиларды, рецепттерді мен төменгі описание бөліміне жазып қоямын. Міндетті түрде қарап, қолданып көріңіздер. Пайдасы болса, пікірлеріңізді беріңіздер. Және де сонымен қатар қолдану ережесін білмесеңіздер, өздеріңіздің емдеуші дәрігерлеріңізден сұрап алуға кеңес беремін. Және де бұлмен өзі кетіп қалады, болмаса басылады деу қателік, өйткені бұл өте нәзік мәселе. Бұл ары қарай қатерлі ісікке ұшырап кетуге де мүмкін. Сондықтан кішкене көрінген сәттен бастап тезірек дәрігерге көрініп емделуге асығу керек. Өйткені бұл біздің өмір салтымызға, жүруімізге, отыруымызға жалпы қиындық тудыратын мәселе. Барлығыңызға ем болсын. Бүгінгі ақпаратым осымен тәмам. Пайдалы болса лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір жаза кетіңіздер.